өтетін сабағымыз домбырадағы екі қолдың қойылымы. Барлығымыз назарды маған аударамыз. Домбыра аспабы ұлттық аспап білесіздер. Оның өзіндік ұстау мәдениеті, домбыра тарту мәдениеті және қол қойылымдарының мәдениеті болады. Білесіздер ғой. Бірінші, домбыра тартпас бұрын домбыраны қойып үйрену қажет. Оқушы тұрып домбыраны ұстаған уақытта бойы, дене еркін, домбыра бас жағы, шанағы құлақ перне күйін бұрайтын құлағы бар ғой. Сол біздің мына иығымызбен жоғаласыз. Түсінікті ғой міне. Көрдіңіздер ғой. Осымен жоғаласып тұру қажет. Отырғанда да және тұрғанда да. Түсінікті ғой. Домбыра тарту уақытында, домбыра тарту кезінде оң қолымызбен домбыраны төмен жоғары шерту арқылы музыкалық дыбыс шығады домбыра аспабынан. Бірінші, төмен қарай және жоғары қарай тарту ережесі. Төмен тартқан уақытта, домбыраны төмен тартқан уақытта бізде бірінші буын 90 градус, тек қана буын қимылдайды. Бұлай емес, тек буын қимылдайды. Түсінікті ғой? Қараңыздар міне. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Төмен түскен уақытта екі саусақпен тартылады, екінші саусақ төмен қарай шертеді, сол кезде екінші саусақ жиналады, көргендеріңіздей. Жоғары көтерген кезде бас бармақпен жоғары көтереміз. Көрдіңіздер ғой міне. Бір, екі. Түсінікті ғой? Енді біз домбыра пернелеріне көшкен уақытта бірінші саусақ жаттығулары. Ол дегеніміз әр нотаны жеке-жеке басып тоқталып өту. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көрдіңдер ғой? Саусағым жетпей қалған жағдайда мен қолымды қимылдату арқылы жеткізіп отырмын. Және мәдениетті түрде. Әр нотаны басқаннан кейін бірінші, екінші нота басылған кезде үшінші, төртінші саусақтар қойылғаннан кейін алдыңғы саусақтар көтеріліп беруге болмайды. Домбыраға пернеге тиіп тұру қажет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көрдіңіздер ғой? Дәл осылай домбыраның қол қойылым жалғасып түсе береді. Басында бізде шертеміз. 1. Астыңғы шекте, үстіңгі шекте бас бармақпен шертіледі. Төмен қарай. 1. Түсінікті ғой? Енді сахнаға шығайық. Біртіндеп сахнада бізде 4 оқушы шықсын және 4 оқушы мен жасаған қимыл іс-әрекетті жасайтын боламыз. Түсінікті ғой? Жүріңіз. Оқушылар, сахна мәдениетінде орындыққа отыру және домбыраны ұстау біздің өзіндік жеке мәдениетіміз болады. Қыздар, орындыққа отырған уақытта сахна кезінде аяқтарыңыз былай қойылады. Түсінікті ғой? Жігіттер, сіздер отырған кезде аяқ былай қойылады. Және түзу түрде. Түсінікті ғой? Домбыра қойылған кезде, қыздар, аяқты былай қойдыңыз. Домбыраны ұстағаннан кейін мына қолмен басылады домбыра. Және домбыраның басы иықпен бірдей болу керек. Түсінікті ғой? Енді бірінші жаттығу. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Үстіңгі жек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл шерту атым. Енді төмен жоғары қағыспен. Астыңғы шектен бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кетіп басын. Асықпа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Болды. Тоқтаймыз. Оқушылар, жаңа қыздардың отыруы барысында көрсеттім. Ал біздің ұл балалардың отырысы өзіндік мәдениет болады. Аяқты былай алдымызға қоямыз. Сол уақытта аяқ түзеу тұру қажет. Аяғы сәл бері шағыңқыра, алға қарай шағыңқыра, аяғын. Сен чуть-чуть жина, чуть-чуть артқа қарай. Олар болмаса сен шамалғана. Артқа қарай. Жердегі аяғын сәл артқа. Алғашқа шамал кетіп қалды. Бұл әдем. Енді домбыраны қойған кезде, міне, былай басылу қажет. Түсінікті ғой?
Былай отырған кезде домбыра еркін тұру керек. Домбыраны сәл жібер артқа қарай. Шанағын жібер, былай жібер шамалы. Домбыраның еркін қолын келтірші мынаған. Сен де. Төмен жоғары. Бір. Жоқ, былай қара. Жина саусақтарыңды. Жина. Былай жүзу ұста қолыңды. Сен де жүзу ұста. Жүзу ұста деймін анай. Екі саусақтың кетмені. Бір. Тоқта асықпа. Бір. Екі. Бір. Екі. Бір. Екі. Бір. Екі. Енді перне басайық. Қара. Жоғарыға. Біріншісі нота. Кет. Ұста. Бір. Жоқ, қабыс емес. Шертумен. Бір. Қарсай? Көзіне қарсай. Екіншісін басып кетті ғой. Бір. Екі. Сен де бассай? Шет. Екі. Үш. Шет. Төрт. Келесі. Екіден бастаймыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бір. Екі. Үш. Төрт. Енді сол ноталарды саусақпен басып отырып қағамыз. Төмен, жоғары. Қарасы төменге қарай басталады. Екіншісі жоғары қарай. Түсінікті ғой? Қара, міне. Бірінші қараймыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бір. Екі. Үш. Төрт. Кеттік. Басына басаймыз. Бірге. Үшеуміз бірге. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бір. Шатаспа. Басынан. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бір. Басынан. Секат кеттік. И. Бір. Екі. Үш. Асықпа. Сен жағасыға батсын. Бірдей. Қарам. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бір. Екі. Үш. Төрт. Түсіп тұрай. Тоқтаймыз. Оқушылар, бүгін екі қолдың қойылымы кезінде біз домбыраны қалай ұстауымыз қажет, әрбір нотаны қалай басуымыз қажет, сол туралы көп мағлұматтар жинадық. Оқушылар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә! Керемет. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар. Сау болыңыз!